Экскаваторды құрастырайық. Енді экскаваторымыз жұмыс жасау үшін жанармай құю қажет. Экскаватормен мына ескі үйді бұзамыз. Енді экскаваторымызды жақсылап жуып қояйық. Қоқыс жинайтын көлікті құрастырайық. Ең алдымен көлігімізге жанармай құйып алайық. Енді мына қоқыстарды осы қоқыс жинайтын көлікке салу қажет. Енді көліктің мына тот басқан жерлерін жақсылап тазалап қояйық. Енді тазаланған жерлерін сырлаймыз. Сүргіш тракторымызды құрастырайық. Бастысы көлігімізге жанармай құйып алуды ұмытпайық. Енді жаңадан үй тұрғызу үшін ең алдымен жерді тегістеп, жерді қазып аламыз. Енді тракторымызды жақсылап жуып қояйық. Балақай, егер саған видеолар ұнап жатса, каналға тіркеліп қоюды ұмытпа. Бұл біз үшін өте маңызды. КамАЗды құрастырайық.
камазымызға жанармай құйып алайық. Қазған жерімізді енді топырақпен және қиыршық тастармен толтырамыз. Қарашы, камазымыз өте кір болыпты. Жақсылап жуып қояйық. Кранды құрастырайық. Енді фундамент құймас бұрын жерге трубаларымызды орнатып алайық. Енді кранның тот басқан жерлерін жақсылап тазалап қояйық. Тазаланған жерлерін енді бояймыз. Бетон сорғышты құрастырайық. Балақай, видеоның астындағы подписаться батырмасын басып, дәл қазір каналға тіркеліп қой. Енді үйдің фундаментін құяйық. Көлігіміз сондай кір болыпты. Жақсылап жуып қояйық.
жүк көлігін құрастырайық. Жүк көлігімізге жанармай құйып алуды ұмытпайық. Енді үйіміздің бірінші қабатын тұрғызайық. Көліктің тот басқан жерлерін жақсылап тазалаймыз. Тазаланған жерлерді енді сырлайық. Келесі жүк көлігін құрастырайық. Көлігімізге жанармай құйып алуды ұмытпайық. Алақай, енді үйіміздің екінші қабатын тұрғызамыз. Көлігімізді әбден тот басыпты. Дұрыстап кетірейік. Енді тазаланған жерлерді сырлаймыз. Жүк көтергіш кранды құрастырайық. Кранымызға жанармай құйып алуды естен шығармайық. Енді үйіміздің шатырын жасауға кірісейік. Ой, кранымыз әбден тот басып қалыпты. Жақсылап тоттарын кетірейік.
ашық жүк көлігін құрастырайық. Көлікке жанармай құйып алайық. Енді үйіміздің есіктерін және терезелерін орнатайық. Жүк көлігіміз әбден кірлепті. Жақсылап жуып қояйық. Келесі жүк көлігін құрастырайық. Балақай, сен әлі де біздің каналға тіркелмеген болсаң, видеоның астындағы подписаться батырмасын дәл қазір басып қой. Сол кезде біздің бұдан да қызықты видеоларымызды жіберіп алмайтын боласың. Енді үйіміздің сыртын сәнді етіп қаптаймыз. Жүк көлігіміздің тот басқан жерлерін кетірейік. Тазаланған жерлерін енді сары түспен сырлайық. Енді көтергіш көлікті құрастырайық. Енді үйіміздің сыртын әдемі етіп сырлаймыз. Көлігіміз әбден кірлепті. Жақсылап жуып қояйық. Тамаша! Тиегіш көлікті құрастырайық. Жанармай құйып алуды естен шығарма. Енді үйіміздің алдына тротуар плиталарын төсейік.
Және ауламызға газондар төсеп, көгалдандырайық. Тиегіш көлігіміз әбден тот басыпты. Жақсылап тазартайық. Енді тазаланған жерлерін күлгін түске бояйық. Жүк көлігін құрастырайық. Көлігімізге жанармай құйып алуды ұмытпайық. Енді үйіміздің ауласына ағаштар отырғызайық. Балақай, біздің қазақша каналымызды қолдап, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпа. Қарашы, қандай әдемі үй жасадық. Осындай видеолардың тағы да көп шыққанын қаласаң, видеоның астындағы подписаться батырмасын басып қой.